Қайырлы күн достар, эфирде Кит-спорт. Біз сіздер үшін өткен аптада болған Қазақстанның балалар спортының ең қызықты оқиғаларын жинадық. Біз бастаймыз. Біз футболдан бастаймыз. Шығарылымды Big Easy Cool Cup халықаралық футбол фестивалі ашады. Облыстық көл жағалауында болған. Қайрат Торнадо 2014 командасы Қазақстанды лайықты таныстырып, тамаша нәтижелерге қол жеткізді. Бірден екі футболшы жеке марапаттарға ие болды. Айсұлтан Садуақас турнирдің үздік шабуылшысы, ал Әлихан Шораш үздік қорғаушы деп танылды. Футбол тақырыбын жалғастырамыз. Қостанай облысында 2026 жылғы жекеменшік футбол мектептері мен академияларының балалар жасөспірімдер командалары арасындағы чемпионат аяқталды. Жарыста бірден 3 жас санатындағы жеңімпаздар анықталды. 2009-2010 жылдағы туған қатысушылар арасында Алматы қаласының Арман командасы чемпион атанды. 2013 жылы туған санатында Меңдіқара ауданының Достық командасы жеңіске жетті. Ал ең жас спортшылар арасында 2016-2017 Алматылық Арман командасы тағы да мықты болды. Енді біз тағы да халықаралық аренаға барамыз. Семейден келген Елімай футбол клубы қазанда өткен East Cup Казань халықаралық турнирінде сәтті өнер көрсетті. Турнирге 7 елден 12 команда қатысты. Қазақстандық футболшылар топтың кезеңін сенімді түрде өтіп, турнирге 7 елден 12 команда қатысты. Қазақстандық футболшылар топтық кезеңнен сенімді түрде өтіп, ширек финалға шығып, жарыстық болашақ жеңімпазы Қазан Рубинімен кездесті. Жеңіліске қарамастан, мұндай турнирге қатысу ойыншылар үшін баға жетпес тәжірибе және ең мықты шетелдік қарсыластарға қарсы өз күштерін сынау мүмкіндігі болды. Ал біз хоккейге көшеміз. Алматы хоккей клубы 2026-2027 маусымынан бастап өнер көрсете бастайтын әйелдер кәсіби командасын құру туралы жариялады. Клуб кәсіби өнер көрсету тәжірибесі бар 17 жастан асқан хоккейшілер жиынтығын ашты. Жаңа команда құру Қазақстанның әйелдер хоккейін дамытудағы тағы бір маңызды қадам болды. Теннис жаңалықтарын шығаруды жалғастырамыз. Ақтөбеде 12 жасқа дейінгі спортшылар арасында ұшқыш ғарышкер Владимир Иванович Пацаевты еске алуға арналған ашық республикалық турнир аяқталды. Жекелейсында Астана қаласынан Сапар Әліби мен Көкшетаудан Варвара Панчиха жеңімпаз атанды. Келесі аялдама Қостанай. Мұнда ұлдар мен қыздар арасында тас жолда велоспорттан Қазақстан Республикасының чемпионаты аяқталды. Жарысқа елімізден 18 өңірінен 260-қа жуық велосипедші қатысты. Эстафетада 13-14 жас аралығындағы спортшылар арасында Қарағанды облысының командасы жеңіске жетті. Ал 15-16 жас аралығындағы қатысушылар арасында Астана қаласының құрамасы алтын алды. Жеке жарыстардың толық нәтижелері Кит-спорт веб-сайтында жаңалықтар бөлімінде жарияланған. Қостанайдан тағы да бір жаңалық. Қалада алғаш рет Skate Pulse роликті фестивалі өтті. Ол роликті спорт әуесқойлары мен спорт мектебінің тәрбиешілерін біріктірді. Барлық қатысушылар естелік медальдар, сыйлықтар және әрине керемет көңіл-күй сыйлады. Енді жекпе-жек жаңалықтарына. Шымкентте бірден 17 спортшыға кикбоксингтен Қазақстан Республикасының спорт шеберіне кандидат спорттық разряды берілді. Дәстүр бойынша біз жаңалықты апта жұлдызы айдарымен аяқтаймыз. Осы аптаның батыры Ақтөбе жүзу мектебінің тәрбиеленушісі Айбат Мұрзамұратов. Қазақстанның ең перспективті жас жүзушілерінің бірі болды. Жасына қарамастан Айбат қазірдің өзінде еліміздің ұлттық құрамасының құрамына кіреді және үнемі халықаралық жарыстардың тұғырына көтеріледі. Нағыз серпіліс осы жазда болды. Италияда өткен халықаралық турнирде спортшы 1 минут 3:33 секунд нәтижесімен 100 метр қашықтықта брас арқылы алтын медаль жеңіп алды. Оның активінде ислам ынтымақтастығы ойындарының 3 қола және 2 күміс медалі бар. Осы сәтте біздің шығарылым аяқталады. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Біздің каналымызға тіркеліп, үлпілдеріңізді басыңыздар. Сізбен бірге Кит-спорт болды. Келесі шығарылымға дейін кездескенше.